Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен таңғы асқа өте тойымды тағам түрін жасайтын боламыз. Яғни оның аты гренки деп аталады. Ең алдымен қажетті заттарымызды түгелдеп алатын боламыз. Және де дәл осы видеода көрсетілгендей жұмыртқаларымыздың барлығын жарып алып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып араластырамыз. Және де сүтті қосып араластыратын боламыз. Әркім әрқалай қолданады. Дүкеннің наны, яғни булканы да қолдануға болады. Мен бірақ үйде қолдың нанын жабатын болғандықтан қолдың нанын қолдандым. Нандарды осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Жақсылап табамызды қыздырып, майды құйып, араласқан жұмыртқамызға нанды жақсылап батырып алатын боламыз. Қызып тұрған майымызға енді қуыра бастаймыз. Екі беті жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.